Көп адам оқып атқан өзінің намазының қадірін білмейді. Ол намазын жоғалтып алған адамнан сұраса, сол айтар еді: мен бірнеше күн намаздан қалдым, мен бірнеше жыл намаздан қалдым. Намаз оқып атқан адамды көрсем, көзімнен жас келіп өзіме айтам дейді: ей пәленше, сені намаздан не тосып тұр, оқысай деп желкемнен жұлқимын дейді. Оқи алмаймын дейді. Мүлде оқи алмаймын, басымды сәждеге қоя алмаймын дейді. Ақыры Құдай бұйыртып, күннің күні маңдайымды сәждеге қойдым қайтадан дейді. Сол кездегі жылағанымды айтсай. Сөйтіп өзіме бір сөз бергендей болдым дейді: Аллахым, маған жәрдем бер. Осы өмірімнің қалғанына дейін осымнан енді айырылмайын дейді. Мен бұның қадірін білдім. Жоғалтып алдым да іздедім өмір бақи. Өмір бақи осы намазымды іздедім. Енді таптым. Міне бақытым осындай. Бақытым сәжденің үстінде екен.